Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды Батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын әнші Медет Салықовтың отбасынан алып, белгілі композитор әнші Асқар Жайлаубаевтың және де қазақ эстрадасының танымал әншісі Дилхан Исаевтың отбасыларына жолдаймыз. Естеміспен екеуі қонып жатса бір тауда, намаз шамнан өткенде, құттан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Ту сыртынан сол таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты, бұл неғылған дауыс деп естемістен сұрайды. Айтпасына қоймайды, сонда естеміс сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді. Арғасында бұл таудың қызыл бастың елі бар, жасыл байтақ жері бар.